Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді буға піскен ораманнан ханум дайындаймыз. Қарапайым, тез әрі өте жұмсақ шығады. Алдымен ыдысқа салқын су, жұмыртқа, тұз салып, жақсылап араластырамыз да біртіндеп ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырды бірнеше бөлікке бөліп, мешочыққа салып, тындырып қоямыз. Енді салмасына мен сиыр етін қолдандым. Сиыр етін және іш майын турап, майдалап аламыз жақсылап. Осы әдіс өзіме қатты ұнайды. Егерде сіз осылай жасағыңыз келмесе, онда тартылған етпен де жасауға болады. Содан кейін пиязды майдалап тураймыз, ыдысқа салып, үстінен дәміне қарай тоз бұрыш қосып қойып қоямыз, араластырып. Картопты текшелеп турап, барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Қамырды жұқа етіп жайып, үстінен өсімдік майын жағып, салманы тегіс етіп жайып шығамыз. Ұзын рулет етіп орап, буға пісетін ыдысты майлап саламыз. Осы уақытта келесі орамананды да осылай жасап аламыз. Қырық 50 минут буға пісіріп аламыз. Енді орамананға тұздық жасаймыз. Пиязды майдалап тураймыз, сәбізді үккіштен өткіземіз, кастрөлге май құйып қыздырамыз да, пияз бен сәбізді жақсылап қуырып аламыз. Енді томат пастасын және ұн қосып, жақсылап қуырамыз, содан кейін жылы су құйып, лавр жапырағын және дәміне қарай тұз бұрыш қосып, 5-7 минут баяу отта қайнатамыз. Нәтижесі қою, хош иісті орамананға керемет үйлесетін тұздық шығады. Міне достар, буға піскен ораманан және хош иісті тұздық дайын. Міндетті түрде байқап көріңіздер және каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақгүл. Келесі видеода кездескенше.